Еліміздің батыс өңірінде тасқынның алдын алу үшін қар шығаруға жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Арық тазарту жұмыстарына тіпті әскерилер де жұмылдырылған. Ақтөбедегі коммуналдық мекеме жұмысшыларында ұйқы жоқ. Қар тазалау жұмыстарына әскери бөлім сарбаздары да тартылған. Олар мұз ойып, арық бойларын қардан аршып жатыр. Биыл Ақтөбеге жылдағыдан 3 есе қар көп жауған еді. Мамандар өзен көлдерден қауіп жоқ дейді. Өйткені облыс орталығында қос су қоймасы бос тұр. Бірақ айналдырған 2-3 күнде қарды сыртқа шығарып үлгермесе, еріген ақ ұлпаның суының өзі үйлерді басып қалуы мүмкін деп отыр. Сондықтан күні-түні дамыл таппауға тура келеді. Оралда да осындай жағдай. Синоптиктер биыл көктем ерте шығады деп болжап отыр. Ертеңнен бастап сынап бағанасы күрт көтеріледі екен. Бөрлі мен Шыңғырлауда +5 градус болса, Сыр мен Қаратөбеде +7, Орал қаласы мен Бәйтерек, Тасқала, Теректі аудандарында +10 градустан асады. Сондықтан Ақтөбедегідей емес, Оралда жайықтың көтерілу қаупі да бар. 10 наурыздан бастап бізде колл-центр ашылып жатыр. Тәулік бойы қызмет атқарады. Қазір деген әлеуметтік желіге нөмірлерін бәрін жариялап шығарамыз. Сол колл-центрға хабарласып, ауласында үйіне, басқа да мекемеге су қаупі болған жағдайда хабарласып, сол жерге жағдайын айтуға болады.